Бауыр мен шарбы майдан дәмді деликатес жасаймыз. Жау жүрек атты қазақ тағамы бұлай аталуының себебі оның құрамында қорқынышты жоятын, батыл болатын элемент бар. Сондықтан оны көбіне ер адамдар мен жас балаларға беретін. Бауырды тазалап жудым, қабығын аршыдым, майдалап турап блендерден өткіздім. Оған пияз бен піскен күрішті қостым, қара бұрыш тұзбен дәмдедім, араластырдым. Енді шарбы майды алғанда жұқа жерінен таңдаңыз, іш майға дайын салманы салып, шеттерінен шығып кетпейтіндей ғып орап, тіс шұқығышпен түйреп қойдым. Табаға май құймай бая отта 15 минуттай қақпақ астында пісірдім. Кейін аударып тағы 10 минуттай ұстадым. Құнарлы дәруменге бай бауыр осы тәсілмен өте дәмді шығады. Тек ып-ыстық күйінде жеуге ұсынамыз. Бауыр маймен қосылса жүрекке тимейді. Батыл болып, иммунитетіңіз жоғарылап, қарныңыз тоқ болып жүрсін десеңіз, осы дәруде деликатесті жасаңыз.